Әкемді қанша рет жерлеймін сонда, а? Ефрат жұтты деді. Ефраттың терең түбіне көмдім. Сөйтсем өлмепті, науқас екен, ажалынан өлді деді. Тауым шағылды. Енді келіп мені туған анамнан ажыратып. Ауланың ортасына тастай салыпты дейсіңдер. Мен әкемді жүрегімнің түкпіріне көміп едім, енді қайтейін, қазып алып лақтыра салайын ба? Неге олай істедіңдер? Неге олай істедіңдер? Неге үндемейсіңдер? Айтатын ештеңелерің болмаған соң үндеме. Неге үндемедіңдер екен ғой? Неге үндемедіңдер? Айтатын ештеңелерің болмаған соң үндемедіңдер ме? Менің ары қарай өмірім не болады? Бұдан бұлай өмір сүре алам ба? Айт әже. Айтсаңшы. Бір ауыз сөзбен өмірлік тәлім берген әжем. Өмірлік деген шықпай қалды ғой деймін. Қайтадан. Бір ауыз сөзбен өмірлік тәлім берген әжем. Сен маған қандай тәлім бердің сонда? А? Менің әкем болса, сенің ұлың. Қандай ұл екенін қайдам? Өз ұлын туған анасынан айырып, өтіріктің ортасына әкеп тас. Өтіріктің ортасына тойсын. Өз ұлын туған анасынан айырып, өтіріктің ортасына әкеп тастай салыпты. Солай ма? Маған әкем туралы айтып берші деуші едім, әже. Бала кезінде қандай болды деп сұраушы ем. Ұзақ толғаушы едің, ал мен әкемді бұрынғыдан да керемет етіп елестететінмін. Себебі ол менің әкем еді. Ал не болды? Айтқандарыңның бәрі өтірік пе еді? Әже, әкем туралы маған соншама. Соншама. Жоқ, оқымайды. Әже. Немеше Гүлнар? Кеттік. Әкем туралы маған соншама нәрсе айтқансың. Сонда осыны айтуды ұмытып кеттің бе? Бірақ сенікі де жөн. Ондай әке не деп айтасың? Әке туралы өтірік қоспай айтуға бола ма екен? Әке деген ондай болмайды ғой. Әке деген қандай болады? А? Мен білем деп жүрсем, білмейді екем ғой. Құдай-ау, біреуің маған айтыңдаршы, әке деген қандай болады? Айтыңдаршы қане. Әже, айтар ертегі аңызың жоқ па? Бірден айтсаңшы. Жоқ, иә. Біз саған ертегінің көкесін айттық, балам. Ертегі бітті, одан артық не керек деп тұрған шығарсың. Ертегі бітті, ал менің ұйқым кеп тұрған жоқ, әже. Мен енді ғана ояндым. Ұйқым келмейді, содан соң ұйықтап кетем. Не болды? Енді неге жылап тұрсыңдар? Біреу өлді ме? А? Өлген кісіні мен танимын ба? Өлген менің балалық шағым емес пе екен осы? А? Менің өмірім асқан армандар. Ямайы. Менің өмірім асқақ армандарым. Менің анам деп жүргенім, әкем, көкем, әжем.
Sendер көп нәрсені құрттыңдар ғой. 3 ауыз сөз әже, 3 сөйлем, 3. Ал мұның жазасы да болу керек қой. Енді біреу жаза кесу керек шығар. Жазасын кім кеседі? Мен кесем бе? Менен өзіме қайыр жоқ қой. Неге жылап тұрсыңдар? Сендердің көз жастарың мына аула, мына үй, бақшадағы өтіріктерді жуып шая ма? Өтіріктеріңді тазалай ма? Тазаласа жылаңдар. Өкіріп жылаңдар. Әлі талай жылайсыңдар. Әлі талай жылайсыңдар. Жеңеше, сен біліп бедің? Асым, бауырым. Мен сенің білмегеніңе сенімдімін, бауырым. Білсең айтар едің. Енді саған не дейін? Саған неге бұлай істедің? Неге өйттің? Неге айтпадың дей алмай? Саған енді не дейін? Осы аулаға кіргеннен бері бетіңе қарай алмадым ғой. 1000 рет көрген жүздерің маған бөтен боп көрінді. Есіңде ғой. Ұлыңның қабірін қазып жатқанда саған бірден айтқам, ұлыңды табамыз дегем. Ал ұлыңды енді таптың ба? Мен өз-өзімді жоғалтып алдым. Ал сен нені таптың екен? Енді менен не күтіп тұрсыңдар? Бәрің аулаға жиналып алып, менің не айтатынымды күтіп тұрсыңдар ғой, иә? Әрине, не боқтама, не шешетінімді қайдам. Әрине, не шешетінімді қайдам. Сендер менің орныма баяғыда бәрін шешіп қойғансыңдар. Саған қарасам бөтенсің. Ал саған қарасам өтірікшісің. Енді қайсыңа барайын? Қайсыңның қасыңда қалайын? Қайсының құшағына еніп апа, бүгін, йоу, қайсыңның құшағына ен. Қайсыңның қасыңда қалайын? Қайсыңның құшағына еніп апа, бүгін сұмдық болды деп қайсыңа мұңымды шағайын? Мені қалай бөліп аласыңдар? Өз-өзімді ортадан қақ бөліп тастайын ба? Қайсың жүрегімді, қайсың миымды аласыңдар? Мен өзімді... Жоқ, өз-өзімді кесіп екіге бөлсем де бұл мүмкін емес қой. Сендер менің тағдырымды ұрладыңдар. Менің балалығымды, жастығымды, өмірімді ұрладыңдар. Мына жерге боранда кеп қойған. Мехти сұраған. Мұрат келіске. Кадрия үндемеген. Нарин ләммим демеген. Кендал жұмған аузын ашпаған. Ал боранға не болыпты? Боран күйіп жанып күлге айналыпты. Сенің кінәң жоқ, атам сұрапты. Сенің кінәң жоқ, әкем құшағыңа әкеп салып беріпті. Сенің онсыз еш кінәң жоқ, сонда бәріне кінәлі менмін бе? Осының бәріне жауапты менмін бе? Біреуің жауап берсеңдерші, жауап беріңдер.
Жоқ. Сендер еш әуре болмаңдар, мүлде қиналмаңдар. Маған бола бастарыңды қатырмаңдар. Narin. Narin, gel. Narin. Құдайым-ау, мұндай сөздерді естігенше өлгенім жақсы еді ғой әттең. Бұл қандай күнә, Құдайым. Тозаққа түсірдің ғой. 255 бөлімнің соңы. Фильмді қазақ тіліне аударған Қазақстан ұлттық телеарнасы. 2022 жыл. Я, майы боран. Ал, жақсы өйт. Ертең 11-де ма? Неше, 5 серия ма? 11-де келе ма?